Абай Құнанбаевтың 44-ші қара сөзі. Адам баласының ең жаманы талапсыз. Талап қылушылар да неше түрлі болады. Һәм талаптың өзі де түрлі-түрлі. Һәм сол талаптардың қайсысының соңына түссе де бірінен бірі өнерлі, тұрлаулырақ келеді. Ва ләкин адам баласы я талапты, я талапсыз болсын, әйтеуір бәрекелдіні керек қылмайтұғыны болмайды. Әрнешік орынсыз ба, орынды ма, бәрекелді деушіні көңілі іздеп тұрады. Адам баласы өзі қай жолда, қай майданда жүрсе, сол майдандағы кісімен сырлас болады. Оның үшін өзге жолдағылардан бәрекелдіні оңды күтпейді. Маған бәрекелді десе, осы өзіменен серіктес, сырлас, осылар бәрекелді дер дейді. Талаптың ішінде адам баласы көбінесе басына қадір іздеп, сол талапта болады. Біреу мал қуып жатыр, сараңдықпен, арамдықпен әйтеуір мал тапсам, мал тапқан ердің жазығы жоқ дейтұғын, малдының беті жарық дейтұғын мақалға сеніп, халықтың түріне қарай, ит те болса малдыны сөге алмайды деп, бұл мал һәм пайда, һәм қасиет болады бойыма дейді. Мұнысы рас, қазақтың өз құлқына қарағанда. Бірақ адамдыққа, ақылға қарағанда қазақ түгіл көңіл жеркенетұғын іс. Осыған орай біреу ер атанамын, біреу қажеке атанамын, біреу молдеке атанамын, біреулер білгіш, қу, сұм атанамын деп сол харекетте жүр. Әр қайсысы қазаққа яки бірі бар, бірі жоқ болса, бағанағы екі бұлдамақта болып, басына осының бір сыпыра елеу азық болар деген талаппенен қылып жүр. Мұнысы қазақтың тамырын ұстап қарайды дағы, мынаны алып, келіп берсе қымбат алғанда екен. Осы күнде мына бір істің біраз пұлы бар екен деп қазақтың өз бетінен оқып, ізденген талап болмаса, кітап бетінен оқып іздеген талап емес. Оның үшін кітап сөзіменен ізденген талап болса, әуелі көкіректі тазалау керек дейді. Онан соң ғибадат қыл дейді. Қазақтың бетіне қарап, содан оқыған болса, ол талабыңды қыла бер. Көкіректі тым тазалаймын деме, оны кім көріп жатыр? Ішінде қатпар көп болмаса, құт берекеге жағымды болмайды дейді. Енді осыған қарап, қайдан оқып біліп ұмтылған талап екенін білерсің.